Бұрынғы адамдардың жақсы кітапты жан серігіне балап, ұлт антологиясы деп танып, сол жақсылықтан жанына сұлулық жинап күн кешті. Олар қолы қалт етсе кітапхана сөрелерін жағалайтын еді. Алғашқы сезімді де, жеңіс пен жеңілісті де, қуаныш пен қиындықты да сол кітаппен бөлісетін. Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдарын, ақиық ақын Мұқағалидың сыршыл өлеңдерін жата жастана оқымаған адамдар кемде-кім шығар сірә. Оралхан Бөкеевтің әңгімелерінде қыстың күні ауылына каникулға келе жатқан студент қызды үйіне жақындап қалғанда қапияда қасқырдың жеп кетуі, «Қасқыр ұлыған түн» шығармасында романда түн күні адасып кеткен жігіттің ойда жоқта бозбала күнгі ғашығының үйіне тап болуы, ұйқым келмейді де, немесе мылқау қыздың өзімен көл жағасында бір-ақ рет болған қонақ жігітте жүкті болып қалу ардақ кітабында шынайы бейнеленген. Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тердегі» Ақбала мен Еламан махаббаты туралы әңгімеленеді. Сол шығармадан бір кішкене ғана үзінді беруді жөн көріп өтіп отырмын. Ақбала тағы да мырс етті. Сыртта тұрған самауырға су құйып, от тұтатып ішке кіргенде әлгі ащы мысқыл әдемі бетінде тұрды. Кешке баласын бауырына қысып жатқасында Ақбала өзінің ит-ыржыңмен өткен өмірін ойлады. Онан Еламан екеуінің арасын ойлауы мұң екен, бүгін тағы да ұйқысы шайдай ашылып кетті. Қимылсыз көздің қарашығы шарадай тағы жанып, жарығы сығырайып қана тұрған үйдің оң жақ иығындағы жамау түскен киіз үйге қадалып алды. Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым» роман қазақ әдебиетіндегі айтулы шығармасы. Роман туындыгері Саттар Ерубаев Қазақстан комсомол сыйлығының тұңғыш лауреаты атанды. Оған «Құрыш қалай шынықты» романының авторы Николай Островский атындағы сыйлықтың берілуінің біздіңше және бір себебін айта кеткен жөн. Саттар Ерубаев даңқты мектебі бар жазушы. Бірер сөз роман финалы хақында. Ақырғы эпизодта шахтадағы авариядан ауруханаға түсіп, одан қашып шығып, кенші Бесенді рақметтіп шақтаған жауыздың аты жөнін хабарлайды. Осы эпизодтың алдында Лиза ауруханаға келген болатын. Ықылас дәрігердің «Рақмет, кіміңіз болады?» деген сұрағына Лизаның аузына жалғыз сөз түседі: «Күйеуім». Үлкен махаббат қандай сынға шыдамақ? Рақмет пен Лиза түсініспей, қаншама әуре сарсаңға түсіп жүрсе де, бақытты жастар. Екі жастың осыншама нәзік, соншама таза сүйіспеншіліктерінің өзі бақыт.